көбінде безответная любовь деген болады. Мысалға мен сені жақсы көрем деп айтқанның өзінде ол басқа балалардың көзінше оны мазақ ете салу. Психология мен дінді қатар әрдайым айтамыз. Кей уақытта діндер азаматтарда психологқа баруға қорқады. Депрессиялық жағдай болатын болса, тікелей сұрақ қоя білу керек. Бір ғана кеңес беру керек болса, не кеңес берер едіңіз? Бұл өмірден мен шаршап кеткім келеді деген уақытта себебін сұрау. Психологқа бару деген бізде бір мәдениет қалыптасып қалған. Мен мына өмірден шаршадым деген ниетте болса да, бәрібір өмір сүруге талпыныс болады. Қайырлы күн, құрметті біздің ерекше подкаст каналының көрермендері. Бүгін сіздермен тағы да ерекше подкастта жолығып жатырмыз. Және де бүгінгі тақырыбымызда өте қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі, яғни жалпылама тілмен айтқан кезде суицид. Адамның өзінің бір кейбір депрессия дейміз, тағы да басқалай көңіл күй кезіндегі ең соңғы әлсіз бір тұста қолдану, ең оңай жол деп табылатын жолының бірі суицид деп айтады. Алайда қоғамды қазіргі таңда өте қатты жаулап жатқан мәселе болғандықтан, бүгін біз студиямызға қонағымыз Ботагөз Есетқызын шақырып жатырмыз. Ауданымыздағы психолог маманымыз. Қош келіп жатсыз. Қош көрдік. Мынау бәріне де айтатын сөзіміз бар. Уақыт жоқ заманда уақыт тауып келгеніңізге рахмет айтамыз деген. Сол секілді студиямызда алғашқы қонақсыз. Сіздермен де енді бүгінгі мынау тақырып өте өзекті екені баршаға мәлім. Сол үшін де бір қысқа уақыттың ішінде бір үлкен тақырыпты аша аламыз деген үміттеміз сізбен. Енді басталмай жатып сұрақтың астын алмайын, көңіл күйіңіз қалай? Керемет, жақсы, рахмет. Қазіргі таңда жаздың ыстық кезінде жұмыстарыңыз қалай кетіп жатыр? Жұмыс тамаша, өз ретімен. Енді сіздердің де салаларыңыз өте бір не деп айтамыз, бір жағынан пайдалы, бір жағынан әрдайым тіреуіне дейді ғой, бір нәрсені талап етуге деген бір маңызды салалардың бірі. Сіз өзіңіздің жұмысыңызды қазіргі таңда жаздың ыстық кезінде бір депрессия болған жоқ қойсыңыз, де? Жоқ, депрессияға уақыт жоқ. Уақыт жоқ, дұрыс айтасыз, жаздың кезі жұмыс қызу талқыланып жатады, тағы басқалай мектеп болса еді демалу болатын. Тағы да сізге қош келдіңіз айтамыз. Енді қазіргі таңда уақытымыздың өзі де бір қысқа уақыт болғанымен де бір үлкен тақырыпты ашқалы жатырмыз. Енді осы тақырыптың арасында сізге алғашқы сұрағымнан бастап қоя берейін. Енді біз білеміз ғой, қазіргі таңда көпшілігінде осы депрессия мәселесін, стресс мәселесін уақытша деп санаймыз, алайда уақытша болғанымен де ең соңғы нәтижесі ретінде ең оңай жол деп танылатын осы суицид, яғни өзіне өзі қол жұмсауды қолдап жатады. Осы жаңағы стресс уақытында, не болмаса депрессия уақытында осы жаңағы өзіне өзі қол жұмсауға деген алғашқы қадамдарды, болмаса алғашқы белгілерін қалай байқауға болады? Сұрағыңызға рахмет. Қазіргі уақытта бұл өте сондай бір маңызды сұрақтардың бірі. Жалпы адам өмірден базы кешіп, жаңағыдай өз-өзіне қол жұмсау деп айтамыз ғой. Суицидтік әрекетке бару жолдарында ең бірінші фактор бұл айналада болып жатқан нәрселер. Егер сізбен сөйлесіп отырған адам, мен бұл өмірден шаршадым, мен өмір сүргім келмейді деген әңгімелерді жай ғана бір осы екеу ара отырған әңгіме барысында сондай бір ешқандай бір эмоционалдық бір агрессия көрсетпей айтып қалған жағдайда да оған жауапкершілікпен қарау керек. Ол кісінің бойында бәрібір ой бар. Түп санасында сол нәрсе бар болғандықтан тіліне шығып жатқан. Суицидтік ой бар деген сөз. Біздер көбіне оларды жаңағыдай манипуляция жасап жатыр, өзіне көңіл бөлгісі келеді деген ниетте біздер сан соғып қалып жатамыз. Сондай кездерде әрқашан қолдау қажет. Және бізде көбіне саған не жетпей жатыр, дәл сендей мысалға ата-аналардың айтатын кеңес үкіметіндегі сенің жасыңда мен былай істеген едім, сенің басында болып жатқан нәрсенің көкесін мен көрген едім деген сияқты жаңағы адамның түп санасында болып жатқан жағдайды бағаламай елеусіз қалдыра салады.
сол кездерде мысалға оларға қандай мысалға айналадағы адамның ең бірінші жағдай, енді қандай қадамға бару керек бірінші, оны жаңағыдай кедергі келтірмей тыңдау, соңына дейін тыңдай білу. Егер шынымен де ол кісіде сондай бір депрессиялық жағдай болатын болса, тікелей сұрақ қоя білу керек. Мысалға, мен өлгім келеді деген сұрақ айтатын болса, немесе бұл өмірден мен шаршап кеттім, кеткім келеді деген уақытта себебін сұрау, қорықпау, байбаламға түспеу. Мысалға, мен суицид жасағым келді деп айтты деп, мысалға, көп аналарда жылау, айқайлау, ұрысу, мені неге ойламайсың деген сияқты қате түсінік пікірлер болады. Сол кезде жаңағы ішіндегімді айтам деген адам тұйықталып, ол жаңағыдай болып жатқан нәрсені айтпай, әрі қарай жасырын күйде қалдырып қоюы мүмкін. Әйтеуір түбінің ойында қалып кетсе, ойының түбінде қалып кетсе. Ал немесе кейбіреулері айтпайды, бірақ оның мінез құлқынан білуге болады. Мысалға, ол ашық адам болса тұйықтала бастайды, тұйық адам болса ашылады, жаңағыдай бойында жоқ қасиеттер өлең айта бастай ма, әйтеуір бір ортада өзін бір көрсеткісі келеді. Немесе өзіне бір ыстық заттар болады ғой, жинап жүрген, соны тарата бастайды, шкафтарында әдемілеп бір жинай бастайды, өзіне құнды деген нәрселерін біреуге естелікке бере бастайды. Сол кезде ол болып жатқан сигнал. Негізі жаңағы психологиялық түрде қараған уақытта суицид жасайтын адамдардың көбі мына өзінің өмірінде болып жатқан күйзеліс, депрессия деп айтамыз. Қазір көбінде мысалға шизофрениктер бар ғой, сондай аурулардың болуы мүмкін, немесе жаңағы өзгеге айта алмайтын, мысалға жақын адамды жоғалту. Ол қайтыс болған адам емес, мысалға қазіргі жасөспірімдерде өзінің жақсы көріп қалған, мысалға ер бала болатын болса, қыз баланы жақсы көріп қалу, қыз балалар болса ер баланы жақсы көру, орысша тілмен айтқанда көбінде безответная любовь деген болады. Мысалға, мен сені жақсы көрем деп айтқанның өзінде, ол басқа балалардың көзінше оны мазақ ете салу, ол бізге былай қарап тұрғанда тек әшейін нәрсе сияқты. Ой, немене соншама сол махаббатқа сен өлдің бе деген сөздің өзі қазіргі уақытта жасөспірімдердің арасында олардың түйсігімен, олардың түсінігінде үлкен бір кәдімгідей депрессияға алып келетін нәрсе. Ол негізі қазір қарайтын болсақ, қоғамда өте бір қатты таралып жатыр. Тіптен енді жаңағы проценттік жүйемен салыстыратын болсақ, үлкендер қарағанда жастар, яғни қазір айтқанда альфа ұрпақ дейміз ғой. Ал енді жаңағы психологиялық тұрғыдан көп айтқан кезде біз осы альфа ұрпақтарға бағытталған ба, жоқ әлде кезінен келе жатқан жаңағы сіз айтқандай әрбір қиыншылыққа төзімді болып өмір сүріп жүрген адамдардың қатарындағы адамдарға бағытталған денемін. Жоқ әлде екеуіне де тең қарастырылған? Екеуіне тепе-тең, теңгерімді тең ұстап тұра білу керек. Көбіне жаңа айтып өттім ғой, біздің өсіп келе жатқан өскелең ұрпақтардың шынына былай қараған уақытта психикалық жағдайлары тұрақсыз. Олар бір сабынның көпірегі сияқты, сол сияқты үріледі де бір мезгілде шорт етіп, тарс етіп сынып кетеді. Жарылып кетеді де, ол сол нәрсені мен жеткізе алмадым деген. Тағы бір нәрсе айтқым келеді, осы суицидке барып аман алып қалып жатқан суицидниктер болады ғой, яғни сол адамдардың ішінде, мейлі ол жас бала болсын, жас өспірім, ересек болсын, мені қалайда біреу құтқарып алса екен деген соңғы ниет тұрады екен. Ол жаңағыдай мен өмірді сүймеймін, мен мына өмірден шаршадым деген ниетте болса да, бәрібір өмір сүруге талпыныс болады. Жаңағыдай крик души дейді ғой, крик о помощи, іштегі жаңа болып жатқан нәрсені сыртқа ол жаңағыдай бір мінез құлықпен, әрекетпен жеткізеді, соны біз кейде түсіне алмай қаламыз. Енді сіз кәсіби психолог ретінде елдің арасында көп жүрсіз ғой. Осы тұрғыда қарайтын болсақ, сіздің алдыңызға да осындай мәселемен келген кісілер болды ма? Әрине. Оны жалпы шешілді ма, жоқ әлде осы нәрсеге бағытталды ма? Бұл жаңағыдай соңғы нәтижені қарайтын болсақ. Бір жаңағыдай суицид жасаған адамның әрекеті айналадағы 100 адамға әсер береді. 100 адамға әсер береді, соның ішінде 20-сына қатты
кәдімгідей көңіліне тиетін күйзеліске апаратындай жағдайға апаруы мүмкін. Осы жағдайда, осы біздің ауданда жасөспірімдердің арасында суицид болып жатады ғой. Сол кезде сол жасөспіріммен араласқан қыз балалар келді. Енді психологқа келгеннен кейін барлығы анонимді түрде ғой. Бірақ бір жағдайда біздер анонимді түрде дегенмен де олардың ата-аналарына айтуға мұқтажбыз. Ол бірінші, егер балада суицидалдық ой болатын болса, немесе сол жасөспірім жаңағы сексуалдық түрде зорлық-зомбылық көрген болса, біздер оны анонимді түрде екеуміздің арамызда қалады деген сөзді айта алмаймыз. Сондықтан жаңа кеңеске келген уақытта жасөспірім қызға мен осындай жағдай болғаннан кейін ол айтады ғой, сіз ешкімге айтпайсыз ба, анонимді түрде ме деп, деп келіскеннен кейін жаймен бірден қазір сенің мамаңа айтамын дегеннен емес, соның ата-анасымен қарым-қатынас жасағаннан кейін қазіргі уақытта ол әлі келеді, қыз бала. Бірақ енді 100% демей ақ қояйын, бір 70%-ға қыз баланың ой өрісі жаңағыдай оңтайланып, енді ол қазір колледжға түсуге әрекеттеніп жатыр. Колледжға оқуға барамын деп, суицидалдық ойдан енді толықтай арылып кетпеді де, жаңағыдай күйзелістен арылды, үнемі бір қажу, ұйқысыздық, тамақ ішпеу, сондай нәрселерден бір ступор деп айтамыз, жаңағыдай бір анасы айтатын еді, бір нүктеге қарайды да отырады, менің сөзімді ол естіп жатыр ма, менің сөзімді қабылдап жатыр ма, мен білмеймін деген. Қазіргі уақытта анасымен қарым-қатынасы жақсы. Енді ол қызды қарайтын болсақ, анасы ең азынан сіздердің алдарыңызға алып келді ме, жоқ әлде өзі келді? Қыз бала өзі келді. Өзі келді. Соны айтып отырмын. Қыз бала өзі келгеннен кейін, сөйлескеннен кейін, бір сеанстан кейін мен оған түсіндіріп айттым. Бұл нәрсе арамызда қалмау керек. Анаңмен міндетті түрде сөйлесу керек деген. Енді қазіргі уақытта былай ғой, біз бұрында ата-аналарымыз тек Совет өкіметінен кейін шыққандықтан бір материалдық жағдайға мұқтаж болып, барлығы өзінің тіршілігімен кетті де, балдар өзін-өзі психологиялық тұрғыдан былай айтқанда дайындап өмір сүре бастады. Қазір енді кішкене қарайтын болсақ, көп дүниеге балалардың өзінің шамасы жетпейді. Ата-аналардың да былай айтқан кезде жаңа ғана мен жұмыс жасап жатырмын, мен басқа қылып жатырмын деп жаңағы көңіл бөлмей жатқан кезінде байқаймыз. Сол кездерде кейбір уақыттарда балаға көңіл бөліп жатырмын дегеннің өзіне де толық маман ретінде көңіл бөлінбейтіндігі де білінеді. Сол кезде енді осы бір тұста қарайтын болсақ, қазіргі таңда жаңа альфа ұрпақтарымыз бар, тағы да басқалай, сіз ата-аналарға не айтар едіңіз? Жалпы сондай күйзелісте болатын болса, өзі бірден әрекет жасаған ба, жоқ әлде психологтарға келген дұрыс па? Жоқ, жаңа айтып отырмын ғой, егер бала шынымен де ол көңіл күйін айтатын болса, жаңа айттым ғой, реніш уақытында айтып қала ма, тамақ ішіп отырғанда айтады ма, сондай уақытта ол сигнал. Бірден әрекет жасау қажет. Бірден әрекет. Оны айтып отырмын, айтып отқан уақытта еш уақытта бұзбау, соңына дейін тыңдай білу, қандай әрекетке бар. Сосын уже бақылау жасауға болады ғой, оның әрекеті қандай, шынымен шаршап жүр ма, ұйқысыздық мазалай ма, керісінше түнімен ұйықтамай отыра ма, басқа контент тарағандай, әлеуметтік желіде не істеп отырады, достары өзгерді ма деген сияқты баланың толықтай ата-аналық бір бақылауда ұстаса, жаңағыдай артынан бағып жүру емес, жаңағыдай белгісіз, жаңағыдай белгісіз емес, қалай деп айтамыз, бала өзінің бақылауда екенін сезбеу керек. Яғни оған сездірместен не болмаса жаңағы баланың назарын аудармастан. Назарын өзіне аудармау керек. Міндетті түрде, мысалға мен анам айтқан болсам, анам жаңа ботагөз, сен бұлай істеп қалдың ба, тамағыңды іштің ба, жақсысың ба, үнемі жаңағындай жетекші сұрақтар қою арқылы баланы шашатып жібереді. Содан кейін мама қойшы деген әрекетке кетеді де, ол өзінің ішінде болып жатқан күйзеліске шыдай алмаған бала, ол онан сайын жаңағыдай агрессияға беріліп, жаңағы эмоциялық күйде әсер етуі мүмкін. Оның үстіне біздер енді халық деп айтамыз, халық дегенмен де өзімізде сол халықтың біріміз ғой. Психологқа бару деген бізде бір мәдениет қалыптасып қалған. Тіптен айтатын болсақ, адамдардың арасында сол нәрсеге кішкене бір теріс көзқараста бар сияқты көрінеді. Енді қазіргі таңда оңтайланып келе жатқан болар, сіздерге де келушілер көп болар. Осы сұрағыңыз керемет жақсы. Мысалға мен өзім осы Ақсай қаласына
2007 жылы жұмысқа келген уақытта сол кезде психологқа келу деген балалардың арасында, тіптен мұғалімдердің арасында психологтың кабинетіне кірді ме, сондай бір жатырқап, бір қорқынышты, бұл адам неге кірді, не себептен психологпен. Қазіргі уақытта енді мен ойлаймын, ата-аналарға қарағанда жасөспірімдер, мектептегі студенттер керісінше психологқа көп сенім артатын сияқты. Яғни ол стигма жойыла бастады. Ол жаңағыдай стигма деп айтамыз ғой, ол таңба жойыла бастады. Қазіргі уақытта біздер, яғни психологтың олар жаңағыдай кеңес дәуіріндегі бір түсініспестік, қалай психологқа тек қана психикасында ауытқуы бар адам ғана психологқа барады деген нәрсе емес. Мен айтар едім, психолог ол адамның жан тәнімен жұмыстанатын адам. Сондықтан ол психологтың кім екенін, психиатрдың кім екенін уже түсіндіру арқылы адам іште болып жатқан жан азабымен емдеуші деп қазір уже балалардың өздері де біледі. Былай қарап тұрғанда психологқа емін еркін келу. Ата-аналардың осы біздерде ашық қоғамдық қор бар, сондағы психологиялық заңгерлік кеңес тегін деген уақытта жаңағыдай тек қана Бөрлі ауданы емес, Батыс Қазақстан облысы емес, біздер енді Инстаграмда ашық күйінде салғаннан кейін басқа облыстағы жасөспірімдер, басқа облыстағы ер азаматтардың телефон соғуы онлайн ретінде қызығушылық бар. Жаңағыдай психологиялық түрде маған көмек керек. Осы Түркістан облысынан 45-46 жастағы ер азамат бейне жаңағы звонок деп айтамыз ғой, қоңырау шалу арқылы өзінің жұмыс орнында отырып, жаңағыдай енді мына жерде айту керек болар деп ойлаймын, жаңағыдай дәрі керек емес дәрі-дәрмекті ішіп, жаңағыдай өз өмірінен шаршап кету. Сол ер азаматпен мысалға мен тек қана бірінші рет неге шығып тұрмын. Ол да бір өзінің сенім артуы болар мүмкін. Бір сағаттан артық, бір сағатқа жақын әңгіме айту барысында адам жылады, ер азаматты көзінен жас шығармайды, шаршап ұйықтап қалу. Сол жаңағы ер азаматтың ұйықтап қалғаннан кейін видеода үзілмей, жаңағыдай үзіп тастамай тыңдау барысында өзінің оянып кетіп, видеоны сөндіріп тастады. Енді мен қайтадан хабарласқан жоқпын. Кейіннен 2-3 күннен кейін хабарласып, уже аудиозвонокпен рахметін айтып, сізге осындай жағдай болған уақытта хабарлассам бола ма, сіздің барлығы аноним түрде ме деген жағдай. Бұл Түркістан облысынан келіп түскен қоңырау мысалға. Ол да бір мысалға мектептегі оқушылар өзінің мектептегі психологынан көрі басқа мектептің психологына, немесе әйтеуір бір өзі танитын ортадан кішкене алшақтау, мені көрмесе екен деген сондай сенімділік. Ол да бір жақсы нәрсе шығар. Қазіргі уақытта мектеп психологтары бір ұжымдасқан түрде, мысалға бірінші мектептің оқушысы 5-ші мектептен барып тегін психологиялық онлайн түрде болсын, немесе басқа солай мектеп психологтары өзара тәжірибе бөлісу арқылы даже мектептегі оқушылар тек қана өзінің мектебіндегі психологқа ғана байланып қалған жоқ. Ол да бір сенімділіктің орнын алды. Өзі күй жетсе жүрген адамға жаңағы жерге бардың деп, не болмаса тағы да басқалай. Қазірден енді буллинг деген қатты дамып кетті ғой. Сол буллинг жасайды деген бір қорқыныш бар секілді. Дәл осы тұрғыда енді буллинг демекші, бұлай физикалық тұрғыда көрген адамдарынан алған бір қысым, бір бөлек әңгіме қазіргі таңда интернет желілерінде кибербуллинг деген тақырып шықты. Осыған байланысты да біз қарайтын болсақ, жаңағыдай именно буллингке ілінетіні бар, не болмаса сол жердегі алдану арқылы да еріп кетіп жатқандар. Ол мәселеге қаншалықты назар аударамыз? Қазіргі уақытта осы кибербуллинг оған тек қана жасөспірім емес, ересек азаматтар да ілініп қалып жатыр. Көбіне жаңа сіз айтып өткеннен кейін жасөспірімдермен көп жұмыс жасайтын болғаннан кейін жасөспірімдер жаңа кибербуллингке ілінді ма, ол жаңағы қалай онлайн фобия деп айтады ғой, әлеуметтік желіден қорқып қалуы мүмкін. Кибербуллингтің не екенін қазір кез келген оқушыдан сұрасаң, бұрында оларға бір ол түсінік болмады ғой, тіптен түсініксіз бір жаңа сөз сияқты болды. Қазір кибербуллинг деген не десе, ол интернеттен сені қудалау, сенің жеке шекараңа өтіп кету, жаңағы жеке және топты жаңағыдай ашық түрде өзіңнің инстаграмыңа салу арқылы
яғни оны қандай заңмен қудалану керектігін, егер сен сол кибербуллингке жаңағыдай құрбаны болып қалған жағдайда қалай әрекет етуің керектігін, олар жаңағыдай скриншот жасап алу керектігін біледі, бірден немесе жаңағыдай бұғаттап тастау керектігін біледі, ата-анаға көрсету керектігін біледі. Бұл да бір жақсы қазіргі уақытта дамып жатқан ата-аналардың да еңбектері деп ойлаймын. Мектептегі мұғалімдерге түсіндіре білу. Бұл да енді үлкен бір тақырып қой, шындап келген кезде. Біз халықтың арасында жүрген кезде әртүрлі ортада әртүрлі адамды көріп жатамыз. Біз жаңағы буллингтің өзін сіз айтқандай бұған дейін естімей, қазіргі таңда үлкендерге буллинг десем көпшілігі түсінбейді тіптен. Мектеп жасындағы балаларға қайта ол кішкене таныс жағдай секілді. Бірақ енді атау өзгергенмен де фактор бір фактор сол. Қысым дедік, тағы басқа дедік. Енді осы тұрғыда қарайтын болсақ, біз мынау подкастымыздың өзі көбіне негізі діни тақырыптарда көп түсіреміз. Осы жайлы қарайтын болсақ, енді біз психология мен дінді қатар әрдайым айтамыз. Кей уақытта діндер азаматтарда психологқа баруға қорқады, не болмаса жаңағыдай кейбіреулер отрицать етіп жатады. Алайда негізі діннің де өзінің бір рөлі бар секілді бұл нәрседе. Көмегі бар. Сіздің ойыңызша осы яғни діни сенім, рухани құндылықтар және адамның осындай психологиялық тұрғыда алып жатқан қысымына, не болмаса жаңағыдай кезеңдерге қандай бір қолдау көрсетеді дін және психология ортақтаса отырып? Мен былай деп айтар едім, адамдардың жаңа болады бір қиын кезеңнен өтуі соған бір үміт сыйлайтын, жақсы бір өмірдің мәнін жоғалтып алмайтындай адамға бір ішкі тыныштық болады ғой, соны орнатуға ауыр соққыға бір былай қалай дейді, қалқан деп айтар едім. Қалқан. Жаңағыдай регуляция жасау. Мысалға дұғамен мен айтар едім, медиацияның әсері адамға ерекше бір көмек болар еді. Мысалға жаңағыдай деп айтайық, депрессияда жүрген, шаршауда жүрген арқылы мысалға дұға айтыңыз. Мысалға жаңа келеді мынау, мешітке келеді, шіркеуге барады, бұл кез келген діннің адамында болуы мүмкін ғой, ол тек қана мұсылмандардың арасында емес, басқа дінді ұстанушыларда да болады. Сол жаңағыдай тұрақты құлшылық жасау орындарына келген уақытта ондағы жаңағы имам болсын, сол ортада жұмыс жасайтын маман не дейді оларға? Дұға ет дейді. Дұға ету арқылы ол мидың белсенділігін реттейді. Мидың белсенділігін реттейді де жаңа болып жатқан мазасыздық па, қорқыныш деңгейі ма, соны не істейді? Төмендетеді. Біршама әсер етеді. Мысалға, мен өзімде мысалға сізден де сұрап жатамын, имамнан да сұраймын. Егер жаңағыдай қорқыныш болған уақытта баланың, немесе тағы бір келген уақытта қандай дұға оқуға болады деп, мен мысалға олай қылып сұрасам, ол әбестік емес сияқты. Себебі жаңағы айттық қой, жақын адамның мысалға қазасы деп айтамыз ғой, немесе жазылмайтын ауру болатын болса, ол деген жаңа жоғарыдан, Алла Тағаладан сұрайды да, өзін сабырға шақырады. Үнемі жаңағы стресста, депрессияда жүрген жоқ, мысалға анасынан айырылу, бауырдан айырылу, сол кезде кез келген адамда не болады? Стресстік бір жағдайлар болып қалады, ешкіммен сөйлескің келмейді, ешқайда барғың да келмейді. Мен осы ақпан айында өзім бауырымнан айырылып қалған уақытта сондай жағдайға түскеннен кейін, енді маман ретінде ары қарай кетсем, ол тоқтауға мүмкін емес. Сондықтан жаңағыдай жалғыздықтан арылу, жаңағы адамға бір құндылығы бар, қалай деп айтуға болады, мүмкіндік дұғалар арқылы. Бірақ мен мынандай айтқым келеді, діни сенім жаңағыдай психологиялық тірек болғанмен, бірақ адамда әрбір жаңағы айтып жатамыз ғой, бұл стресске неге түседі адам? Адам 2-7 мүмкін жүруі мүмкін апатияда да, 1 ай жүруі мүмкін адамның организмде өзгеріс пайда болады ғой. Соны реттеу үшін депрессия тек қана дұға сұрай берсең, ол шешілмеуі мүмкін. Сондықтан ол психологқа бар, психолог не істейді? Маман ретінде оны жаңағыдай дәрігерлік маманға кәсіби тұрғыда бір жолын тауы керек. Ең тиімді нәтиже бұл жаңағыдай рухани қолдау. Екі жақтан да, психологиялық жағда да, діни тұрғыда да қатар ұштастырып қол жеткізетін жақсы бір дүние. Яғни екі жақтан да әсер ететін болса, бұл екі неде бір
құрал ретінде құрал ретінде былайша айтқан уақытта мысалға медицина не ол жаңағыдай дәрігер, психотерапевт, ол жаңа сенің болып жатқан симптомдық ауруларыңнан емдейді, ұйқыңды реттейді, жаңағыдай енді дәрілер береді ғой, мазастықты жояды деп. Ал діни сенім ол адамды төзімділікке, ол адамды сабырлыққа үйретеді. Ол жаңағыда өмірдің мәнінде болып жатқан сенің ауыртпалығыңды жоюға үміт сыйлайды, қолдайды сені. Сондықтан жан тыныштығын береді. Мен айтар едім, психология мен дін ол жаңа бір екі теңгерін ұстап тұратын 50-50 бір қанат ретінде, құстың қанаты сияқты ұстап, дәл қазіргі уақытта адамға, кез келген адамға қалай деп айтады, үлкен тірек болатын, ауыртпалық бір кезеңнен өтуге көмек бола береді. Бізде де негізі қысқа уақыт, сондықтан мен сізге ең бір соңғы бір маңызды сұрақ қойыншы. Сондай бір адам келіп жатса алдыңызға, сіз ең бірінші бір ғана кеңес беру керек болса, не кеңес берер едіңіз? Егер сондай бір үміті үзілген, соңғы мен осындай жағдайдан өмірден баз кештім, шаршадым деп келген адам болса, біздерде психологияда телесное прикосновение деген болады, адамды қолынан ұстау, құшақтау. Егер адам оған көнбейтін болса, жаңа словесный дейміз ғой, сөздік ретінде, сенің басыңда болып жатқан нәрсені мен түсініп отырмын. Сенің оны көтеруге қазіргі уақытта күшің, қуатың жетпейді. Мен сенің қасыңда болып, саған көмектесуге маған рұқсат етесің бе деп. Ең бірінші осындай сенімге кіру арқылы оның бойында адамға, жаңа психологқа, келіп отқан маманға сенім ұялату. Сол арқылы жайлап, егер қолынан ұстаған уақытта ол бірден қолын тартып алмайтын болса, ол телесный прикосновение ретінде ұстап отыр, мен сенімен бірге болғым келеді деп. Үміт ұялату керек деп ойлаймын. Ойлаймын емес, осы болып жатқан практикамда, тәжірибемде өтіп жатқан нәрселер. Жаңағы көбіне, мысалға, ер азаматтар ғой, біздерде әйел адам жылаймыз да, айта саламыз. Ер азаматқа осындай жаңа қолдау, тіптен жылы сөздің өзі үлкен үміт сыйлайды. Сондықтан әр уақытта жаңа тек қана маман ретінде емес, әйел азамат ретінде, ана ретінде қолдау көрсетер едім деп ойлаймын. Сізге рахмет. Мынау қысқа подкастымыз болса да, үлкен бір тақырыптарды ашалдық деген ойдамыз. Көрермендерімізге айтатынымыз сол. Біріншіден суицидтен алыс болыңыздар. Егер болып жатқан жағдай болатын болса, ботагөздеріне әрдайым көмектесуге дайын. Мен де қосып кеткім келеді. Жаңағыдай жауабы жоқ сұрақ болмайды, шешілмейтін маңызды мәселе болмайды. Тығырыққа тірелдің бе, міндетті түрде маманға кел деп айтқым келеді. Рахмет. Құрметті көрермендер, біз тағы да алдағы подкасттарда осы секілді түйткілді мәселелерді осы ерекше подкаст айдарымызда, осы отырған студиямызда тағы да ашып айтамыз деген үміттеміз. Біздерді қолдай кетіңіздер, лайк басып, пікір жазып. Әрдайым сіздердің қолдауларыңыз біздерге шабыт сыйлайды. Рахмет.